Сәлем балақайлар, бүгін сіздермен жыл мезгілдері жайында сөйлесеміз. Бір жылда 4 мезгіл бар. Олар көктем, жаз, күз және қыс. Көктем. Көктемде ауа жылынады, өсімдіктер гүлдейді, ағаштар жасыл жапырақ жаяды, бұтақтар бүршік атады, құстар, жәндіктер, аралар, көбелектер пайда болады. Көктемде не киеміз? Көктемгі киімдер тым қалың да, тым жұқа да болмауы керек. Бұл маусымға жеңіл күртешелер, кең кардигандар, ұзын жейделер өте қолайлы. Жаз. Жазда күн ұзарып, ауа райы ыстық болады. Адамдар демалысқа шығып, суға шомылады, саяхаттайды. Көптеген жемістер мен көкөністер пісіп жетіледі. Жазда не кию керек? Ауа райы ыстық болғандықтан, жеңіл әрі ауа өткізетін киімдер таңдаған жөн. Мысалы, жеңіл ашық түсті көйлектер, мақта не зығыр матадан тігілген жейделер. Күз. Күзде күндер қысқарып, түндер ұзарады. Күн ертерек батады. Ол бұрынғыға қарағанда аз жылумен жарық береді. Салқын, жауын-шашынды және желді күндер саны көбейеді. Күзде не киеміз? Жұқа свитерлер, кардигандар, тренчтер, су өткізбейтін етіктер күзгі мезгілде ең танымал киім түрлері болып саналады. Қыс. Қыста ауа райы ең суық болады. Бұл мезгіл желтоқсан, қаңтар және ақпан айларын қамтиды. Ауа температурасы 0-ден төмен түсіп, аяз болып, қатты қар жауады. Қыста киетін киімдер бізді суықтан қорғап, денемізді жылы ұстайтын киімдер. Олар свитерлер, кардигандар, қалың шалбарлар, пальто, күртеше және тоңдар. Осы мәліметтер саған қызықты болса, лүпіл басуды ұмытпа.